Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып, лайк түймесін баса кетіңіз. Қостанайда қонақ үй өртеніп, әйел адамның мәйіті табылды. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында толықтай тергеу жүргізіледі. Қостанайда қонақ үй өртеніп, әйел адамның мәйіті табылды. Қостанай облысы ТЖД баспасөз қызметі бүгін Қостанай қаласы Дружба ауылында 2 қабатты жібек жолы қонақ үй өртенді. Өрт туралы хабарлама сағат 11:00-де түсті деп хабарлады Түркістан.кз халық үніне сілтеме жасап. Өрт ғимараттың шатырын, 2-ші қабатын және 1-ші қабатының жартысын шарпыды. Өрттің жалпы аумағы 450 шаршы метр болды. Сағат 13:18-де толығымен жойылды. Оқиға орнына ТЖД қызметкерлері мен 4 техника және жергілікті атқарушы органның қызметкерлері мен 1 техника жұмылдырылды. Өкінішке қарай өрт сөндіру кезінде оқиға орнынан бір әйел адамның мәйіті табылды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Өрттің шығу себебін анықтау мақсатында толықтай тергеу жүргізіледі. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видео ұнаса, подписывайтесь және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.